Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз еңбекқор, шабытты шебермен сұхбаттасамыз. Үйде бала тәрбиесімен отырып ақ кәсібін бастап, тігінге деген сүйіспеншілігін үлкен табыс көзіне айналдырған ана. Жайнар ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жайнар ханым, кеше өзіңіздің қасыңызда күн бойы жұмыс істеп көрдік. Тігін саласының қыр-сырларын білдік. Жұмысыңыз өте көп шығармашылық пен табандылықты қажет ететін іс екен. Ең алдымен осы тігін саласына қалай келдіңіз, соны айта кетсеңіз. Тігін саласына мен 35 жасымда келдім. 35 жасқа дейін мұғалімде болдым, менеджерда, администраторда, сол жұмыстардың бәрін көріп, біліп, одан кейін уже өз ісіме бас бұруға тура келді. Мектеп бітіргеннен кейін қазақ тілі әдебиетіне түстім. Қазақ тілі әдебиетін түсіп, бітіріп, одан кейін тұрмысқа шықтым. Тұрмыстан кейін ағарай декретный отпуск дейді ғой. Вот сол декретный отпусктан шығып, арасында мұғалім болып та істедім. Одан кейін ең өзіме ұнаған жұмыс ол енді менеджер по продажам дейді ғой. Клиентпен жұмыс істеп, біз пәтер саттық. Бір строительный компанияда жұмыс істедім. Вот сол жерден маған клиенттермен жұмыс жасаған ұнады. Сатушы маман болдыңыз. Сатушы, клиентпен жұмыс. Енді мен қазіргі жұмысымда сондай деп айтуға болады. Негізі клиентпен жұмыс сол жылы басталды. Клиентпен сөйлесу, қалай дұрыс түсіндіру дегенде мен сол жұмыстан, сол строительный компаниядан көп тәжірибе алдым десем болады. Одан кейін ол пәтерлерді сатып, ол жерде 2 жыл жұмыс істедім. Одан кейін маған повышение береді. Уже пәтер емес, жаңағыдай коммерческая недвижимость дейді ғой. Сондай коммерческий недвижимостьтермен жұмыс жасауға мені ауыстырды. Ол жерде уже мынандай физические лица дейді ғой. Жай адамдар емес, ол жерде уже юридический. Вот сондай кісілермен жұмыс жасап, уже договорды қалай құрасың, ол кісілермен қалай сөйлесу. Сол заңды тұлғалармен жұмыс атқарып жүріп, уже 2-ші декретке шығам. Сол декретте отырып, экономика білімін алуға ой келеді. Енді жаңағындай жұмыста жоғарылау үшін. Жұмыста жоғарылау үшін экономикаға, кооперативный институтқа оқуға түсем, заочно. Декретте отырып, жаңағы кооперативный институтты бітірем. И 2-ші декреттен уже мен бір компанияға уже директор болып шығам жаңағы жерде. Ол жерде уже менің қол астымда жұмыскерлер болады. Және сол жерден мен өте көп тәжірибе сол жерден алдым. Адаммен жұмыс істеу керек. Уже сен клиентпен жұмыс істемейсің, уже қол астындағы жұмыскерлермен жұмыс істейсің. Енді жұмыскерлер көп болды деп айтпаймын, бір 10-12 шақты адам қол астында жұмыс істеді. Сол компанияда көп тренинг өткізуші еді. Тренинги, жаңағы лекции дейді ғой. Суббота-воскресенье сол тренингтарды, лекцияларды өткізбей барып, тыңдап жүруге тырыстым. Сол жерден өте көп тәжірибе алдым. Ол жерде неше жыл мен істедім? 2 жылда істеп, 3-ші балаға сол жерден декретке кетем. Декретке кетем, и ол жерде айтады, 1 жылда осы жұмысыңа қайтып келуге тырыс деп. Әдетте 3 жыл беріледі ғой. Сонымен қайтып келем, ол жерде істеген жұмысым өте өзіме ұнайды. Ол жерде рост бар, карьерный дейді ғой. Сол жерден декретке кетіп, енді тағдырдың салғаны солай болар. 3-ші балам дені сау емес болып туады. Ерекше болып туады. Ерекше болып туады. Бұл 15-ші жыл. Астанада, туған бетте Астанада жүрегіне ота жасалады. Ол отасы дұрыс болмай, сол Астананың больницасында 7 ай жатуға тура келеді. 7 айдың ішінде реанимацияға бір түсеміз, бір шығамыз, бір түсеміз, бір шығамыз. Сөйтіп
сөйтіп жүргенде балаға инфекция түседі, Мм. сепсис алады, заражение алады, көрмегенді көріп, 7 ай дегенде үйге оралып, но бала сол жерден көп қиындық көргеннен кейін уже балаңыз енді не жүрмейді, жаңағыдай сөйлемейді, құр осылай жатады деп врачтар айтады. Өте қиын. Енді ол жерде уже дәрігерлерге сене алмайсың ең бастапқыда. Содан бұл енді болмайды, Қытайға барайық деп шешеміз. Оның алдында не Қытайға, не Турцияға баруға жағдайымыз келмейді, өйткені бала реанимацияда. Реанимациядан шығармайды баланы, өздігімен дем ала алмайды, өздігімен енді жаңағы өмір сүре алмайды деген сөз ғой. Соны іліктіріп ноябрь айында, 15-ші жылдың ноябрь айында үйге жібереді. Одан кейін 16-шы жылдың көктемінде біз Қытайға кетеміз. Қытайға кетеміз. Дәрігерлердің бәрі айтады, ол Қытайға барғанша одан да жаңағы көлге бар, витамин болады, далаға қыдырт, свежий воздух. В общем, дәрігерлер уже біледі да, балаға әрі қарай ешқандай көмек болмайтынын. Но енді іште бір үміт болады, үзілмеген болады. Сонымен Қытайға кетеміз. Әбден көзім жетеді. Көзім жеткені неде? Біздің балаға ауыр болды ғой. Арслан өте ауыр бала әлімге дейін. Ал мен Қытайдан жай мынандай жеңіл да балаларды көрдім, которые былай жүреді, но сөйлей алмайды, но сөйлейді, бірақ жүре алмайды. Сондай әйтеуір екінің бірі. Екі жаңағы дерттің бірі десек болады. Арсланның басында бәрі бар ғой. Мен сол заттарды көрем да, енді жаңағындай кішкене жеңілдеу балаларға көмектеспей жатқан Қытай біздің балаға енді деген ой келеді. Но үмітті үзбей сол жерде 3 ай жатамыз. Иглотерапия аламыз. Енді ол жерде не керек бәрін аламыз. Содан так жазда, есімде жоқ, по-моему, маусым айында ма, так шілде айында уже өзіміздің елге қайтамыз. Бұл уже 16-шы жыл. Содан 16-шы жылы мамамен сөйлесем. Бұл уже так Арслан нешеде? 1-ден асты ғой. Одан мамамен сөйлесем. Мама баланың қасында отыруға маған келісесіз бе? Өйткені маған кішкене жұмысқа қарау керек. Сіз жұмыстың сол уақытта жұмыс деген жоқсыз, жұмыстан шықтыңыз. Жұмыстан шықтым, декретпен шықтым ғой. Маған жұмысқа оралу керек. Маған кішкене не десек болады? Нужен свежий воздух деген сияқты ғой. Өзіме келуге. Өйткені 1,5 жылда баламен шыр айналып, енді нәтиженің болмайтынын білгеннен кейін, енді былай уход дейді ғой. Бала күтімі. Бала күтімі качественный, главный уход. Одан артық ештеңе керек емес. Вовремя тамағы, уақытылы дәрісі, уколы, сондай нәрсе. Содан мама келіседі, мама 1-ден келіседі. Мен все равно отырмын, жұмысыңа бар, кішкене есіңе кел, есіңді жи, бала уайымдама деп мама келіседі. Баламен отыруға. Баламен отыруға. 2 үлкен балам, жаңа айтпай кеттім, біз почти 1 жыл Астанада жатқанда, там 3-4 ай Қытайда жатқанда, балалар өзімен өзі өсіп кетеді. Өзімен өзі есейіп, олардың қалай өскенін білмей қаламын. Содан күзге қарай, 16-шы жылдың күзіне қарай, жаңағы өзімнің директор компания болып істеп отырған жұмысыма қайтып барам. Бірақ ол жерде уже жұмысқа деген, қалай айтсам болады, жұмысқа деген ынта болмайды. Бар ойыңыз балада. Бар ойым балада. Мамаға сенсем да, мамаға тастасам да, внутри что-то надломилось дейді ғой. Я жұмысқа келесің, я коллектив сол, я бастықтарың сол, компания сол, но енді получается, барасың, келесің, ештеңе уже қызықтырмайды, ештеңеге уже қалай айтшы еді. Енді ол жерде
жұмыскерлерді мотивировать ету керек, иә, бірдемені айтып көрсетіп, ал мен енді өзім кішкене депрессияға кеткеннен кейін ондай уже істей алмадым. Жұмысқа зауқыңыз тіпті болған жоқ. Құр барасың, келесің, әйтеуір бір үйден шығып келесің, соған мәз деген сияқты ғой. Табыс көзін іздегенде рас ойға кетеді екенсің. Күні түні не істесем болады деген. Содан айтады ғой, егер өмірде жолыңды таба алмай жүрсең, онда бала шағыңа үңіл. Бала шағыңда не ұнайтын еді, вот тура сенің сол жолың деп айтады ғой. Сөйтіп жүріп бала шағым есіме түседі, не істедім мен, не істеу білем мен дегендей ғой. Сонда бала кезімде мен өмір бойы бір қағаздардан көйлек қиып жүретінмін. Қазір айтса да бір қызық. Өмір бойы маған андай кукла деген қызық емес. Жаңағыдай қағаздарға көйлектерді салып, сосын оны қиып, сосын кейін жаңағы куклаларды, сурет қыздарды салып, аяқтары ұзын қылып салатын модель қылып кәдімгі. Қазір енді біздікі балалардікі ғой. Но сурет салғанда мен кәдімгі ұзын модельдер салатынмын. Ол уақытта енді интернет деген жоқ қой, өзім ойдан салам. Содан жаңағы көйлектерді былай журналдар болып еді ғой бұрын, арт жағы былай майысатын. Сондай защипкамен жаңағы қыздардың бәрінен кигіземін, бояймын. Содан кейін жаңағы қыздардың оның жігіттері болады, жігіттеріне ештеме былай өздеріне салып қоямын, ал үстілеріне қиып ештеме келтірмеймін. Сол есіме түседі, мен осы сондайым бар еді деп. Бала кезіңіздегі әуесті еске түсірдіңіз? Есіме түседі. И біздің мама тігінші ғой негізі. Мама тігінші, біз кішкентай болғанда бүкіл біздің жаңағы футболкадан пәлтеге дейін өзі тігіп беретін. Любой матыдан, любойдан даладан көріп келіп, мама маған осы ұнады десең, машинеге салып 2 күнде тігіп беретін. Сол есіме түседі. Шеше көрген тон пішер дейсіз. Иә. Қысылғанда адамның не есіне түспейді десеңізші. Содан жаңа жұмыста отырғанда есіме түседі ғой. Үйге жеткенше ол уақыт автобуспен жүремін. Автобус деген бүкіл қаланы айналады ғой ол уақытта. Қазір де айналады ғой. Үйге жеткенше асығам. Үйге келе салып, мама жаңағы не ғой. Әлі есімде. Эмоциямен. Мама, все, тігетін болдық. Мама үйде отыр баламен, в смысле не тігетін болдық. Все, мама, мен машинка алам. Мата сатып берем, мен сізге не тігетінін көрсетем, сіз тігесіз. Сіз тігесіз. 16-шы жылы. Бұл уже 17-нің басы. 17-нің басы. Содан енді мама баласының айтқан бәріне келіседі ғой, ана деген. Жарайды деді, даже ойланған да жоқ. Содан ол уақытта Каспий бар ма жоқ па, есімде жоқ, бар ма еді? Жоқ, ол уақытта жоқ Каспий. Жоқ. Ол уақытта картаға береді ғой ақшаны. Содан білмеймін енді қайдан, енді терминалдан бір жерден қараған шығармын, есімде жоқ, қарасам 150 мың теңгем бар екен. Айлығыңыз? Айлығым, иә. Сол 150 мың теңгенің 70 мыңына базардан барамын да бытовой машинка алам. Осы жердің бір жерінде сол машинка әлі жүр. Иә, өткенде көрсеттік. Көрсетемін. Содан жаңа 70 мыңына машинка алам, қалғанына Алматыдан, білмеймін, Москвадан тағы да жеткізіп, ол уақытта 70 мың деген әжептәуір ақша. Мата алам. Мата, содан кейін интернет-магазиннан қайшы, сызғышты, мынаның 100 бағасына қымбатқа заказ беріп да, мама айтады, ананы базардан алмадың ба? Қайтесің оны сызғыш пен қайшыны интернеттен заказ беріп дейді. Өмір алып көрмеген нәрсеңіз? Өмір алып көрген нәрсем, базарға барып көрген адам емеспін. Сонда мен айтамын, мама, базардағының качествосы жаман. Алмаймыз ол жерден, ана күшті Алматыда магазин бар, содан аламыз. Енді бүгінгі күні біз базардан шықпаймыз ғой, мысалы үшін, иә. Ол қайшы, сызғыш, бытовой машинка, промышленный машинка дегеннің бәрі базарда сатылатын, мен уже кейін білемін. Сөйтіп, алла деп,
ісімізді бір күнде бастап кетеміз. Бірақ көйлекпен бастамаймыз, енді мен кішкене жеңілінен бастайық деп, кішкентай балалардың төсек орнын бастаймыз. Төсек орнын бастап, Инстаграмға шығарамыз. Ол уақытта мынандай қаптаған конкуренция деген жоқ. Инстаграмда да адамдар аз. Жалпы интернетте адамдар жаңа дамып жатқан кез ғой. Сол жерде жаңағы көрпе жастықтарды түсіріп, тігіп, мен көрсетемін, матасын алып берем, түрін түсін, размерін берем, мама тігеді. Баланы кезекпен ұстаймыз. Ол екі ортада мен жұмысқа жүгіріп барып келем. Менің графигім сағат 10-нан 3-ке дейін болған жұмыста. Жаңа айтуға ұмытып кетіппін. 3-те үйге келем, 3-те шығамда уже базарға соғам. Базардан не керек бәрін алып келем, үйге келіп таң атқанша тігеміз. Баланы то мен ұстаймын, то мама ұстайды, то балаларым ұстайды. Ол уақытта уже балаларым да көмектеседі. Даже бір уақыттар болды, балалар сағат түнгі 3-ке, 4-ке дейін жаңағы өзінің інілерін ұстайды да, таңертең тұрып сабаққа барады. Содан менің бір ұялған кезім десем болады, бір тиіп кеткен жері, балалар еще репетиторға барады ғой. Үлкенім де, ортаншым да мектеп оқиды, мектептен репетиторға барады. Сол репетиторда, үлкенім ғой деймін, үлкен ұлым, тұңғышым, соның мұғалімі жазды по математике. Жайнар, сіздің балаларыңыз ұйықтамай ма, кеш жата ма, компьютер ойнай ма, сіз репетитордың ақшасын төлейсіз, ол келеді да, мына жерде енді ұйқылы отырады деп. Түнімен ұйықтамайды. Егер компьютер ойнайтын болса, телефондарын алып қоясыз ба, өйткені түсіндірген сабақ кірмей жатыр деп айтты. Сол кезде кішкене өзім біртүрлі болып қалдым. Олар енді компьютерда ойнамайды, телефонда ойнамайды, баланы ұстап отырады. Түнімен біз пока іс тіккенше. Содан мен балаларға уже ауыртпашылық салмайын дедім. Ауыртпашылық салмайын. Есімді тез жиып алдым. Бұлай болмайды. Маған жұмыстан кету керек. Біз неге үлгермейміз? Біз неге түнімен тігеміз? Өйткені мен күні бойы жұмыстамын. Жұмыстан кету керек деген ой келеді. Мамаға ешкімге айтпаймын. Күйеуіме ешкімге айтпаймын. Бір сол ой жүреді, кету керек. Сол оймен тағы 1-2 ай жүріп қалам. 1-2 айдан кейін жаңағы бастықтар шақырып маған ұсыныс жасайды. Біз саған казначействоны берейік, директор по финансам бүкіл компанияның. Но ол жерде уже строгий график. Сағат 9-дан 6-ға дейін. 9-дан 6-ға дейін, суббота, воскресенье выходной, и айлығыңды көтереміз деп. Конечно, бұл бір жағынан өте қуанышты нәрсе. Карьерлік рост и айлығыңды көтереді. Но бұл жерде мен өзім сағат 10-нан 3-ке дейін жұмыс істеп үлгермей жүрген адам, 9-дан 6-ға дейін қалай істеймін деген оймен айтам, 1-2 күн ойлансам. Содан жаңағы жұмыстан эмоциямен шығам, білмеймін, қуандым ба, бір қысылып шығам десем, түсініксіз жағдайдамын. Енді оқты қар жауып тұр, еще қыс. Содан уже клиенттер жазып жатыр еще параллельно, маған анасы керек, мынасы керек, срок. Содан жаңағындай өзім қысылып келе жатам да. Сонда үйдегі тігіс ісіңіз жүріп жатыр? Уже жүрді. Клиенттер бар. Бұлай енді сондай бір 100 мыңдап ақша таптық деп айтпаймын бастапқыда. Но бір түскен клиент уже әрі қарай интерес береді екен, интерес береді. И уже бүкіл ойың біріншіден әрине балада, екінші рет уже енді табыс көзі, бұл әрине тоже өте қажет нәрсе. Содан өзім қысылып келе жатамда, заказдардың түскенін көрем. Ол уақытта Нұркен Абдировада бір мата сататын магазин болады. Соған кіріп келе жатамда, автоматически жаңағы жерде шешім қалдырайым. Жоқ, маған кету керек. Уже жұмыстан кету керек. Өйткені Аллаға тәуба, енді клиенттерім бар. Мама көмектеседі, кетем. Сол кезде ең бірінші күйеуіме звондаймын. Маған осындай ұсыныс жасады.
но мен баламен жұмыс істей алмаймын. Енді ол өзі де көріп отыр. Баламен ол енді айтты, сен жұмыс істегенің сенің психологиялық состояниең үшін деп. Күні түні баламен былай енді басылып қалмасын деп, сол үшін ғана сен жұмыс істесін деп мен қалап едім. Ал енді кетем десең, өзің біл деді. Өзіңізге қала берді. Иә, өзіме. Содан кейін мамаға звондадым. Мама, осылай жұмыстан кетем, әрі қарай тігіммен айналысамыз. Мама расы керек өте қуанды. Өйткені мамаға баламен отыру өте қиын болып жүргенін мен көріп жүрсем де, уже солай болады екен. Қалай айтса болады? Как выход из положения ғой. Қазір міне жұмыс істейміз, сонымен әрі қарай выровняем деген сөз. Содан бұл уже нешінші жыл? 17-ші жыл ғой. 17-ші жылы толығымен жұмыстан шығамын. Жұмысқа бір-екі күнде жаңа жауабын берем дедім ғой. Бір-екі күнде шығып, ол жерге айтам, мен баламен графикпен жұмыс істей алмаймын, сіздерге көп рахмет деп айтып, жұмысымды қимай жаңағы кетем ғой. Кетем. Ол уақытта менің жалақым 150 мың болатын. Бұл енді 17-18 жылдар ғой, 150 мың. Содан 300 мыңға көтеріп берем деген айлықтан графигім келмеді да, кетіп қалдым ғой. Одан кейін уже тігінмен үйде толығымен айналыстық. Таңертең сағат 7-тен тұрам. Все, мама екеуміз машинкамен баланы өзіміз ұстаймыз. Балаларға ауыртпашылық түсірмеймін. Олар күндіз көмектеседі, но түнде оларға вообще ауыртпашылық түсірмеймін. Түнде мама екеуміз ғана 5-ке дейін таң атқанша тіксек те өзіміз білеміз. Сөйтіп, жаңағы біз уже төсек орын тігеміз ғой. Төсек орын тігуден тоже алықтық па, былай кішкене қызығушылығым төмендеді. Өзгеріс керек болды. Төсек орын тігу деген не, там бір строчканы жүргізіп отырасың болды. Содан бір модельдерді көрем. Инстаграмнан кішкентай қыздарды көрем, осындай әдемі көйлекпен жүрген. Ол уақытта бізден ондай әдемі көйлек дегенде ешкім тікпейді, білмейді. Содан тағы да айтам, мама, көйлек тігеміз. Енді мамада кінә жоқ. Иә, тігеміз. Содан келсе береді. Содан жаңағы ютубты ашамда, бүкіл ютубтан выкройканы қалай жасайды, қалай кеседі, ол жерде енді бәрі көрінбейді, бәрі көрсетілмейді. Бұл жерде енді маманың білімі көп көмектесті деп айтам. Мама өзі сызып көрсетіп, мынауым осылай, мынауым осылай. Ол жерде жетпеген ютубтан қарап, сөйтіп бір-бірімізді толықтырып, 18-ші жылдың аяғында, как раз Новый годқа қарсы, уже біз бірінші көйлектер тігеміз. Түрлері қызық енді, но көйлекті қалай тігіп бастадық, Аллаға тәуба, бірінші көйлектен бастап заказ бізде кетеді. Өйткені біз жаңағы төсек орын тігіп заказ подписчиктарды жинап алдық қой. И бірінші көйлектен бастап Аллаға тәуба көйлек кетеді. Енді көйлек тігу қиындау. Жаңағы төсек орынға қарағанда мама шаршайды. Шаршағанын көрем. Сосын кейін уже 19-ші жылы мамамен келісеміз. Мама, давайте. Әрі қарай мен өзім алып кетейін. Өйткені рас үлкен кісіге өте қиын. Күні бойы машинкамен отыру керек. Бос уақытында бала қарайды. Одан қалса жұмыс істейді. Иә. Содан көйлек тігуге көшкенде, ол уақытта мынандай әдемі маталар жоқ. Бұлардың бар екенін білмейміз. Жай мынандай кішкене шамалы әдемілеу маталармен осы жақтан алып, енді көйлекті тігейін десем, өзім отырамын ғой уже. Ана бытовой машинка қиын маталарды тікпейді екен. Вот сонымен уже так проблема возникает, дейді ғой. Машинка не шьет дорогие ткани, допустим, да? Содан уже промышленный машинка алуға тура келеді. Жинаған ақшам уже әжептәуір жаңағы Аллаға тәуба машинкаға жетеді. Содан базарға барып, ең бірінші, мына бірінші тұрған машинка, осы менің бір алғаш профессиональный машинкам. Осын алам да жанына оверлок қосып аламын. Сөйтіп
содан басталды деуге болады. Промышленный, профессиональный машинканы қалай алдық, көйлектерді қалай бастадық, солай бізде тапсырыстар көбейе бастады деп айтуға болады. То есть көлем көбейгені сонша уже үйде отырып жалғыз адамның қолынан келмейтін нәрсе болды. Ол сонда бір жылдың ішінде, иә? Бір жылға толмады ма бастағаныңызға? Жоқ, бір жылдың ішінде. Бір жылдың ішінде енді былай постепенно өсті деп айтуға болады. Содан әрі қарай арендаға орын іздейік, офис іздейік деп шештік. Как раз бұл уже нешінші жыл, 20-шы жыл ма, мына здание жаңадан салынып, бизнес-центр мост как раз жаңадан ашылып жатқан жер екен. Осы жерге біз арендаторлардың бірінші болып кірдік. Бірінші бізден бұрын бір көліктердің прокаты болды бұл жерде. Таксисттер отыр екен, содан біз бірінші арендаторлардың қатарында осында кіріп, енді міне күні бүгінге дейін осы жерде отырмыз. Керемет. Қанша квадратқа кірдіңіздер ең бірінші? Ең бірінші біз 30 квадрат алдық, қазір 70 квадрат. Арендаға шыққан бетте ательені бірден жабдықтап алдыңыз ғой? Иә. Сол уже үйде отырып жасаған ақшамен біз уже 5 машинка алдық, профессиональный оверлок алдық, тағы да не керек, жаңағы манекен, ательеге не керек, соның бәрін алып осы жерге бірақ шықтық. Енді осы жер құтты болды деп ойлаймын. Керемет. Біздің жұмысымызға. Кеше қасыңызда бір күн бойы жұмыс істегенде көрдім, қол астыңызда 4 тігінші бар екен. 4 қыз бар, иә. Содан кейін стажер қыздар бар. Студенттер обедтен кейін келіп өздерінің жұмыстарын бітіріп кетеді. Сіз өзіңізге табыс көзін ғана таппай, сонымен қатар қаншама адамға жұмыс беріп отырсыз сонда. Иә, керемет. Жайнар ханым, және де кеше қасыңызда жұмыс істеп жүргенде естіп қалдым, сіз өзіңіздің шәкірттеріңіз бар екен. Шәкірттер бар, иә. Бізде бұрында офлайн сабақтар болатын, қазір тек қана онлайн сабаққа өткіздік, ауыстырдық. Бір енді 200-ге жуық қыздар бізден керемет сабақ оқып, білім алып, қазіргі таңда жұмыс істеп отыр. Сонда өзіңіздің осы қаншама жылдан бері жинаған тәжірибеңізді, бүкіл өзіңіздің біліміңізді шәкірттеріңізге үйретесіз. Онлайн сабақтар бойынша. Онлайн сабақтар, иә. Қазір егер де көрермендер сізге хабарласа, бірден сабақтарыңызды алып үйрене беруге болады, иә? Иә, видео сабақтар дайын тұрған. Иә, керемет. Жайнар ханым, енді осындай кәсіппен айналысқысы келетін, тігін саласына келгісі келетін жастарға ғана емес, тек қана үйде отырған аналарға, мысалы өзіңіз сияқты, соларға кішкене бір ақыл айтып, мотивация беріп жіберсеңіз. Енді бұл жерде тігін саласы болсын, басқа да саласы болсын, негізі жастарға айтатыным да, үйде отырған, декретте отырған қыздарға, жас келіншектерге айтатыным бұл жерде отырып қалмау. Ең бастысы отырып, қарап қалмау. Іздену керек, әлбетте іздену керек. Тек қана еңбек арқылы, тек қана еңбекқорлық арқылы нәтиже келеді. Еңбек түгіл береке дейсіз ғой. Иә, еңбек түгіл береке. Бұл жерде ешкімді оқып туған жоқ, ешкімді мен бизнесмен болып келдім деп туған жоқ. Ең бастысымен еңбекқорлық, сабырлық, ізденіп тіршілік жасау керек болды. Керемет. Иә, мына Жайнар ханым, өзіңіздің өмір жолыңызды тыңдадық. Сіздің оқиғаңыз бір енді керемет мотивация беретін оқиға екен. Негізгі мамандығыңыз қазақ әдебиеті мұғалімі дедіңіз, жаңағы экономика саласын бітіргенмін дедіңіз. 35 жасқа келіп тігін саласын үйреніп, осындай дәрежеге жету деген ол керемет нәрсе. Сізге көп алғысымды айтамын. Біздің жобамызды қолдап сұхбат беріп жатқаныңызға, жұмысыңызды зерттеуге рұқсат бергеніңізге, жұмысыңызға алғада береке тілеймін. Әмин, рахмет. Ендеше құрметті достар, осымен біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал ендеше біз келесі мамандыққа кеттік. Бізбен бірге болыңыздар.